Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен көксейіт ағамның дайындау жолын көрсетемін. Бізге ең алдымен қырыққабатты осылай турап, оны бір ас қасық тұзбен араластырып, кішкене уақытқа қойып қоясыздар. Себебі қырыққабаттың суы шығу қажет. Қырыққабатымыз дайын болғанша жұмыртқамызды дайындап алайық. 5 жұмыртқамызды 50 мл сумен жарты шай қасық тұзбен араластырып, қызып тұрған табаға екі шетінен, екі жағынан да қуырып аламыз. Ал ендігі кезекте етімізді көбек етіп турап, бір ас қасық соямен араластырып, 15 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған қырыққабатымызды суынан сығып аламыз. Қырыққабатымызды суынан сығып алған соң, оған қара бұрыш шай қасықтың 1/4 бөлігі, жарты шай қасық кориандр, 1 шай қасық паприка және де 2 штук чеснок, дәміңізге қарай тұз қосып араластырасыздар. Араластырып болған соң, қырыққабатты қызып тұрған табаға барлығын қуырып аламыз. Табамызды қыздырып, май құйып, жарты пиязымызды қуырып, оның үстіне жаңағы соямен араласқан етімізді де қуырып аламыз. Осы етімізге чесноктың ең кішкентайынан біреу, паприкадан 1 шай қасық, кориандрдан жарты шай қасық, қызыл бұрыштан 2 шай қасық, қара бұрыштан жарты шай қасық, дәміңізге қарай тұз қосып, және де 1 стакан суыңызды құйып, 1 сағатқа қайнатып аласыздар. Ал енді көксейіміздің суын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 2 литрдей су және де 10 ас қасық соя керек. Өзіңіздің дәміңізге қарай тұз бен шекерді қосасыз. Мен өзім 3 ас қасық шекер мен 2 ас қасық тұз қостым. Келесі кезекте өзіміздің қиярымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 6 дана қияр қажет, және де 6 дана қиярды осылай соломка етіп турап аламыз. Қиярға жарты дана жуамызды турап қосамыз.
дәмдеуіштерге келетін болсақ, бізге чесноктан 4 данасы және де тұз бен қара бұрыш 1 шай қасықтан, соямыздан 1 ас қасық, 70% уксустан 1 шай қасық, шекер 1 шай қасық, қызыл бұрыш 1 ас қасық, паприка 1 шай қасық, кориандр 1 шай қасық қосып, қызып тұрған майды қосып барлығын араластырамыз. Қайнап тұрған суымызға спагеттиімізді қосып, дайындап аламыз. Қуырылған жұмыртқа мен қызанағымызды турап, дайын болған спагеттиіміздің үстіне 1 ожаудай соя қосылған суымызды құйып, әрбір ингредиенттерден 1 ас қасықтан қойып шығасыздар. Дайын болған көксеміздің сыртқы көрінісі осындай. Ендеше бізге ас болсын.